Хей достар, ben Сірем. Бұл неожидан болды. Мен дәл қазір сіздермен бірге Brawl Stars атты ойынды ойнайтын боламын. Әрине де лайк басып кетіңіздер, ал біз бастаймыз. Запись не істеп кетті, бірақ та ештеңе етпейді. Себебі бір қателіктер болды, және оларды түзету керек. Мен көріп тұрғандарыңызда ешқандай килл жасамадым, және де тірі қалдым. Бұл өте бір түрлі, білмедім. Мен ойладым, мен тірі қалмаймын. Себебі стоп интернет. Дәл қазір біз ойнап жатырмыз и көріп тұрғандарыңыздай бізде столкновение. А мен болсам әлде дымды дайын емеспін, және мен өлтіру қазір изи болады. Және бұл менің сыныптасым, если шо. Стоп, давайте біздің боецімізді өзгертейік, мысалға дейік, мынау Кольт деген адамға и біздің жаңа өлтірген адамымыз изи дейді. Бұл өте жаман, себебі маған ұнамайды ондай адамдар. Жеңген соң олай жасау бесит, шын айтса, бар ғой. Дәл қазір давайте қайтадан. И қазір мені бот өлтірсе, мен вообще шокта боламын, шын айтса. Так. Ана жерде тағы бір бот. Жоқ, мына бот емес. Мынау біздің ойыншымыз, дорогой. Қазір мені өлтіріп қоймаса болды. Блин, мені барлық жақтан ұрып отыр, достар. Бұл өте жаман, себебі мені қазір өлтірсе мүмкін. Давайте шамабай шетке қарай барайық, себебі мені өлтірсе мені өлтірсе. Так, давайте мына ботты өлтіруге тырысақ, или жоқ, тырыспақ қояйық, или тырысамыз, кім біледі. Ой, блин, қайтадан ана адам бізді өлтірді. Боже, мен ана адамда Роза бар. Роза, ол мықты ойыншы. Мен әлде ешқандай челлендждар туралы ойламадым, мүмкін жақында біз сондай нәрсені түсіреміз. Егер сіздерге қызық болса, әрине де неге жасамасқа? Мүмкін сіздерге шынымен де қызық кейбіреулеріңізге. Brawl Stars атты ойын Майнкрафттан тыс, мен басқа ойындарды түсіре берем. Сондықтан менің каналым разносторонний. Вот так вот. Мені өлтіріп тастады. И көріп тұрғандарыңызда всегда менің мына достым XS Panda деген тірі қалады. Біз көріп тұрғандарыңыздай достымыз жеңді, ал мен 10-шы орын болып есептелем. Давайте басқа адамға қояйық, мысалға дейік, мынау бұл деген адам. Көрдіңіздер ма? Жерловес. Давайте, менде идея бар. Давайте... Нет. Командный режим. Оны ешкім көрмеу керек. Давай командный режим басайық. Не тебе задки? Все, чики-пуки. Біздің бірінші ойынымыз басталды. Және де мен мындай коробкалар жинағаймын. И бізде боттар что-то... И бізде интернет қалды. Так, бізде барлығы нормально. Бәрімізде 4-4-тен мындай нәрсе. Тим. И давайте... Бізге ана жерде атып отыр, көріп тұрғандарыңыздай. Уже столкновение. Еще менде Wi-Fi қазып отыр. Идеально. Ай-яй-яй. Стоп. Все, изи. Дәл қазір біз Brawl деген ойынды ойнаймыз. Пинбол, білмеймін. Мен бұндай ойынды бірінші ойнап отырмын, сондықтан егер тупить ететін болсам, әнде кешіріңіздер. Біз енді келесі режимді ойнап отырмыз, және көріп тұрғандарыңыздай необычный режим. Мен бұндай режимді бірінші рет ойнап отырмын, және бұл изи болады деген ойдамын, бірақ та біздің добымызды алып кетті. Блин. Давай. Вот қаларды жеңгеп болады, И менде Wi-Fi қатады. Ой, блин, мен ағын допты бер жердім. Түсіндім. Біз мынандай сетка тұр ғой, соған допты салу керекпіз. Және бұл оңай емес. Себебі сол жерден біздің қарсыластарымыз пайда болады. И біз, то есть жаңғыр, забивает гол. Допты аламыз, өлтіру керекпіз. Себебі ату бұл дұрыс емес болады. Бұл дұрыс емес. Шынбек
просто мен үлгермей жатырмын. И біз жеңдік. Бұл не болды? Біздің ең соңғы ойынымыз басталды, және бізге жеңу керек, себебі мен бұл режимде мүлдем жеңбедім. Давайте мына адамнан закрестик. Вот, закрестиктік. XS панданында бір мықты игрок алды, мен білем, бұл бірнеше мың хпдан алады, а бұл маған ұнамайды. Себебі просто себебі жоқ. Себебін мен табылмадым. И мен өлтірдім. Менің ойымша біздің жеңуге мүмкіндігіміз өте көп, себебі біз бірнеше адамды өлтірдік, және аналар бірінің арасымен төсіп отыр, біз деуін емес, бұл өте жиі кездеспейді. Және мен былай закрестилым. Және ол алыстан атамайды, бұл оның бір минусы. Бірақ та ол тез жүреді. Так, давайте. И біз жеңдік, достар. Бұл біздің ең соңғы каткамыз. Біз бұл жерде жеңдік. Және лайк баспасқа. Егер бассаңыздар, рахмет сіздерге. Сіздермен болған Руслан Нұрай. Және бәріңізге қош сау. Смотрю часами на нее, не смыкая глаз.